Дәл айтып жатқан едіңіз, жалғастыра беріңіз. Я сол басынан айта салайын. Келдім, шкафымды ашсам, қағазға сен шайналған сағыз сияқтысың деп, бір грубый сөзбен жазып кеткенді астына мен айтпай-ақ қойын, қандай сөз екен. Өте жаман сөз жазған, орысша, солай анайы түрде жазып, сағызын жабыстырып кеткен. Енді қазір қыздар отыр ғой, айтқым келіп отыр. Істеген жан өз аузымен айтса екен, мен істедім деп, лучше. Не екеуің араларыңызда не болып жатыр, Бекзат, аяулым? Не нәрсеге ренжісіп жатсыздар? Жоқ, Балауса ханым, бары нормально, просто өзіміз бір-бірімізді түсініспей қалдық та, кішкене. Жақсы. Былай жасайықшы, білмеймін, енді өзіңізден сұрайын, өзіңіз кім деп ойлайсыз? Білмеймін енді, Сандуғаш деп ойлаймын. Немесе Сандуғаш? Айжанның өзі жоқ екен бүгін. Айжан да әбден істеуі мүмкін. Кешегі эфирде сол екі кісіге қарсы сөйлеген кезде, может, көңілдеріне алып қап сондай тірлік істеді ма? И Жанерке деп ойлаған, бірақ өзінен барып сұрағанда, жоқ, мен олай істемедім деп отыр. Бірақ әрқайсынан барып сұрап шыққан болатынмын. Барлығы жоқ, мен емес деп. Енді кім болса да сөйтіп айтады ғой енді, иә. Білмеймін, бірақ енді бұл қыздардан күдіктенгеніңіз де бір жағынан қызық екен. Енді мен жаңа айттым ғой, редакторларға өтініш білдірдік, дәл қазір камерадан қарайық. Эфир соңына дейін бәлкім бізге үлгеріп видео жазбаны көрсететін болса, өзіңізге міндетті түрде айтамыз, осы жерде көрсетеміз. Не болды, Ернар? Балауса ханым, енді қандай мәселе болсын, қандай жайт болсын, именно ондай жазба қалдырып, ондай сағызды жабыстыру, білмеймін, ол адамның тәрбиесіне де, тектілігіне де, бір адамгершілігіне де өте бір сай емес дүние деп ойлаймын. Егер ішкі жан дүниесі сондай бір жаманшылыққа келіп тіреп тұрса, егер батыл жеткен адам келіп сенің осы сөзің дұрыс болған жоқ, сен негізі осындай адамсың деп бетіне айтар еді деп ойлаймын. Олай өте дұрыс емес, өте низкий поступок жасау, ол адамшылықтан шығып кетті деп ойлаймын. Әрине, шынымен де мен тіпті біздің арамызда мұндай нәрсе жасайтын жан бар деп ойламаған едім, бірақ өзімде таң қалып тұрмын. Бүгінгі эфирде білетін боламыз, біз енді эфирімізді бастайық. Және ортаға кеше студиядан шығып кеткен болатын. Енді Нұржан, студияда оралыпсыз, қош келдіңіз, келіңіз. Ауырып жатыр екен, содан кейін эфирден шыққаннан кейін жаздым, бірден ауырып жатырмын деді. Онда келіңіз, шай ішейік дедім. Енді бұл кісі клубта жүремін деп қалды ғой, енді клубтарда көп жүремін деп. Онда мен қазақи жігіт болғаннан кейін қазақи ою өрнектері бар жерге апарып шай ішкеніміз бар есі. Ой, Нұржан. Енді негізі кездесулеріңіз қалай болып жатыр? Келгеніңізге 2-3 күн уақыт болды ғой. Сізге Нұржан ұнап жатыр ма? Негізі шынымды айтсам, басында барлығы жақсы болатын. Және де кеше эфирді қараған кезде, шынымды айтсам, маған біртүрлі болып қалды. Өйткені ондай реакция енді жайдан жай адам жасамайды ғой. Енді бірінші кездесу негізі жақсы өтті. Енді уақытқа байланысты кеш болғандықтан ұзақ жүре алмадық, көп сөйлесе алмадық. Бірақ бірінші кездесуде барлығы жақсы болған болатын. Және де кеше енді эфирді көрдім. Және де одан кейін маған бұл кісі жазған болатын. Шынымды айтсам, не жазғанын ұмытып қалдым. Бірағында одан кейін мен жауап бергеннен кейін ары қарай ответ болған жоқ. Ары қарай мүлде сөйлескен жоқпыз. Кеше былай айтқанда мүлде сөйлеспедік деп айтуға да болады. Нұржан. Кеше эфирден шыққаннан кейін бұл кісіге түсіндірдім. Қалайсың, жақсысың ба? Кеше жағдай сондай болып қалды көргеніңдей деп жазған едім. Бұл кісі жазып жіберді, түсінуге тырыстым, бірақ түсіне алмадым. Мен ары қарай эфирге бармаймын деп жазып жіберіпті. Мен енді ары қарай жазбадым өзім одан кейін, ана әңгімеден кейін өзімде жазуға беттемедім шыны керек. Сол әңгімелерден кейін. Бірақ сұрадыңыз ба, неге келмейсің? Не болды деп? Жоқ, түсінікті нәрсе ғой, енді ол өткенін ұмытпаған деген сияқты айтып тұр ғой. Просто бірақ оған дейін сіздер сөйлесіп тұрдыңыздар ғой? Иә. Жазып, кездесуге шақырды ма сізді? Эфирге дейін мен жаздым. Кеше негізі ортаға шығу керек болғанбыз біз. Иә. Бірақ енді мен кеше эфирге шығып кеттім да, эфирге қайтып кіретіндей жағдайда болған жоқпын. Одан кейін мен үйге қайтып кеткенмін. Бірақ оған дейін сіздерде бәрі дұрыс болды? Бәрі дұрыс болған, иә. Оған дейін барлығы нормально болған. Кездесуге бір емес бірнеше рет шақырдыңыз? Жоқ, эфирден шықтық, содан кейін бір рет кездесу болды. Одан кейін ертесі біз эфирге шығу керек болғанбыз кеше. Кеше, өзі 2-3 күн уақыт өтті ғой. Өзі. Жақсы. Кеше шақырған жоқпын бірақ. Иә, басында бәрі дұрыс болды деп жатыр. Негізі әңгімелеріңіз жарасқан сияқты сол кезде. Иә, негізі әңгімелеріміз де бәрі жарасып, мен әзілдеріме күліп, мен бұл кісінің әзілдеріне көріп бәрі жақсы болып жатқан. Бірақ енді екеуміз екі әлембіз. Бірақ енді бір-бірін сол екі әлем толықтырады ғой деген оймен мен танысып көрдім. Жақсы әдемі болып келе жатты анда. Кешегі жағдай бір бәрін құртып берген сияқты болды мен үшін. Енді сол кешеге дейін бәрі жақсы болды деді ғой. Сол кеше не болды, сіз айтып беріңізші. Кеше енді бізге де түсініксіз болды, ол енді сыртта қарап отырған Сабинаға мүлдем түсінбеген шығар. Кеше ол жағдай үшін кешірім сұраймын. Сұрадым да өткен өзіңнен. Кеше жағдай енді көз алдымда танысып жатқаннан кейін мен білмеймін, өзімді сендірдім ба, бұл қазір бәрі жоқ деп айтады маған деп отырдым ғой негізі мен. Өз-өзімді сендіріп тастағам да сондай нәрсеге. Өйткені біз таныстықта жүрген кезде Ақеркенің әңгімелері бар еді, ойбай, Абылай андай жігіт, Абылай мен үшін андай жігіт, Абылайды мен жігіт ретінде көрмеймін деп отты да, осы жерде отырып, танысып көрейік деген кезде мен іште бір түрлі сезім болды. Мен өз-өзімді басқарған жоқпын, мен өз-өзімді түсінбей қалдым ол жерде.
мен кінә өзімнен деп ойлаймын, іштей өз-өзімді мен сендіріп тастадым бұл жігітпен. Қалай да болса бәрібір әрекетін жасаса жасай берсін, бәрібір таныспайды ғой деп сендіріп тастағанмын шешімді. Бірақ енді адам дегені болмайды. Тірі адам тіршілігін жасайды, ол да танысып көріп жатыр. Одан кейін сондай эмоция шығарып қойды. егер де Абылайдың орнында басқа жігіт болса, сіз дәл сондай реакция көрсетер ме едіңіз? Дәл ондай реакция көрсетпейтін едім. Өйткені ол жігітті маған екеуміз таныста жүрген кезде ол андай жігіт, ол маған ұсыныс тастаса да мен онымен таныспаймын деп айтпаған да маған. Басқа жігіттер, мысалы Абылайдан басқа ана жерде көп қой, Тимур бар, басқа жігіттермен де танысса мен ондай реакция бермейтін едім. Өйткені оларды маған айтпағанда ол андай жігіт қой, мен онымен таныспайтын едім деп ше. Мен іштей сендіріп тастадым өз-өзімді. Болды, бұл ару бұл қызбен, бұл жігітпен енді таныспайды деп. Олай сендіріп тастадым да өзімді. Енді үміткер келсе де деп жатсыздар ғой, енді Абылайдың орнында үміткер болса бәрібір де сондай болады дейді. Бірақ ол үміткер, мен үміткерді түсіріп жатқан жоқпын. Бірақ ол үміткер екеуі мына жерде 4 сағат эфир болады, мен көз алдымда жүрмейді ғой үміткермен. Үміткер сырттан келеді, сыртта кездеседі, сыртта болатын жағдайым бар. Мен көз алдымда болмайды ғой. Ал мына жерде көз алдымда болады. Мақұл, көз алдымда болып бәрін ұмытайыншы деп үйге барған кезімде үйде де сол адамды көріп қаламын да мен. Содан кейін мен өзім түсінбеймін не болып жатқанын қазір ше. Өмір не болып кеткенін мен вообще түсініп жатқан жоқпын. 2x дейсіз ғой. Сондай болып жатыр, 3 в 1 болып жатыр бәрі. Енді білмеймін Нұржан, бірақ түсінгеніміз бойынша біз сіздің кешегі әрекетіңізден не түсіндік? Біздің ойымызша сіз бір ұмыта алмай, қызғаныштан өлердей болып шыдай алмастан шығып кеткен ғашық жігітті көрдік. Бірақ ол нақты не сезім болғаны әрине сізге ғана мәлім. Себебі сізге де үміткер келді ғой. Сол кезде Ақеркеде ондай эмоция болған жоқ қой. Мен қателесіп тұрған жоқпын ғой, Әлде Ақерке осы жерде жақсы қабылдаған сияқты менің ойымша, сіздің өзге үміткерлермен, немесе өзге қызбен қарым-қатынас құруыңызға қалыпты жағдайда қарайтын сияқты. Енді Ақеркенің ішіндегі сезімге мен жауап бермеймін. Ол өзінің эмоциясы, мен ішімдегі сезімге ол кісі жауап бере алмайды. Мен мына ортада басқа жігітпен мен сездім өзім көре алмайтындығымды. Мен содан кейін шығып кеттім. Бірақ менің де айтып жатқаным ғой, сіз де танысып жатсыз, бұл кісі де танысып жатыр. Бірақ нақты кешегі әрекет өзіңіздің айтуыңыз бойынша түсінгенім нақты Абылайға қатысты болып тұр ғой. Дұрыс айтасыз, сіздің айтып жатқаныңыз барлығы дұрыс та, негізі мен де танысып жатырмын. Неге сен істеген нәрсені ол істемеу керек деген әңгіме ғой, мына жерде. Ол да тірі адам ғой, ол да танысады ғой деп ше. Білмеймін, мен іштегі сезіміме мен жауап беріп жатқан жоқпын. Баласахан, Асан, бола ма енді осы жерде? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Шынымен негізі былай енді таныстықтарына да қарасақ, шынымен де бір-біріне шынымен келмейтін сияқты көрінеді маған. Бірақ енді Нұржанға сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл нәрсе енді өзің енді ойланасың ғой, үйге барған кезде де мен өз-өзіме қалай тоқтау қоямын деген сияқты. Енді осы жерде өздерің айтып қалдыңдар, мінезімізге қатысты бізде болашақ жоқ деген сияқты қылып ше. Енді екеуің де бір ортада отырсыңдар да, бірақ бұның шешімін қалай қыламыз енді? Сен өз-өзіңе сұрақ қойдың ба осылай? Не істесем болады деген сияқты қылып. Ол сезімдер әлі сендерде де өшпеген сияқты негізі. Сол сұрақпен жүрмін қазір. Қазір миым ашып жүр сол сұрақтармен. Ми басқаша айтады, жүрек басқаша айтады. Білмеймін не болып жатқанын қазір. Жақсы көрем, бірақ жібергім келмейді. Бірақ ми басқаша, жүрек басқаша. Мен саған қанша рет айттым осы әңгімені. Жоқ, түсінбейтінім Ақерке де то же самое негізі ше. Өйткені сен шығып кетсең Ақерке жылайды. Ал Ақерке ортада болса сен жылайсың. Бұл жас енді, көз жас деген нәрсе құрдан құр шықпайды ғой бәрібір де. Ол іштегі күйіктен шығады ол нәрселердің барлығы. Ол іштегі махаббаттан шығады да, ол тұншығып жатқан махаббаттан шығады. Сол түсінбейтініміз сол нәрсе. Ақыры жылайсыңдар, бір-біріңді қимайсыңдар, не үшін үміткер күтесіңдер деген сұрақ келеді. Не үшін үміткер күтесіңдер? Ол жарайды, ол ше үміткер келеді, үміт ақталмайтыны ол түсінікті нәрсе. Оны барлығы айтып жатыр Итакеше. Бұл жерде негіз бар ғой, Абылайдың да отқаны құрып отыр негізі Абылай. Ақеркенің жанында құрдан құрып отыр. Шынымен не істедім? Абылайға да қиын негізі. Мен не істеп жүрмін деп ойлап қалуы мүмкін оның ше. Үміткер ол айтпаса да белгілі нәрсе шынымен. Сыртынан телевизордан қарап отырған туысқандарым бар. Маған да мысалы неприятно, если мен келген адам осы жақта осындай көрініс көрсетіп отырса. Және де менің бір сұрағым болып тұр да, жарайды енді кеше кездесіп қалған екенсіңдер. Бірақ енді была же возможность кетіп қалуға. Жоқ, ол жерде кетіп қалдық, бір 10-15 минут қана болды. Жоқ, 15 минут емес, мысалы қараңыз. Жоқ, мысалы қараңыз, сіз кездесіңіз, көрдіңіз Ақеркенің шығып келе жатқанын, иә? Мен сөйлескім келді.